сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін 42-ші сабақты талқылаймыз. Сабағымыздың тақырыбы мәтін және оның түрлері. 19-шы жаттығу өлеңді мәнерлеп түсініп оқы. Алуан бояу іріктеп алды. Асықпай Марат суретті салды. Үстелге жайып қағазды әппақ сарымен сұлу жасады бақ-бақ. Қызылдан кірпіш қағазға толды. Зәулімей келіп аулаға қонды. Шатырын әсем бояды көкпен, жасылмен дуал жасады еппен. Өз орнын тапты әртүрлі бояу, бәрінен шебер Мараттың ойы ау. Қарамен жазылған сөздердің мағынасын түсіндір. Бұл жерде қарамен жазылған сөздер алуан және әртүрлі сөздері. Бірінші алуан сөзі әртүрлі, түрлі түсті, сан алуан деген мағынаны береді. Ал әртүрлі, көп түрлі, бір-бірінен өзгеше деген мағынаны береді. Бұл сөздердің орнына бірін алмастыруға бола ма? Иә, кейде мағыналары ұқсас болғандықтан алмастыруға болады, бірақ барлық жағдайда бірдей қолдануға болмайды. Себебі алуан көбіне түстер мен түрлердің әдемі алмасуын білдіреді, ал әртүрлі жай ғана көп түрлі нәрсені білдіреді. Келесі сұрақтарға жауап жаз. Марат бояумен не істеді? Марат бояумен сурет салды. Ол қандай сурет салды? Ол зәулім үй, көк шатыр, жасыл дуал, сары бақпақ бейнеленген әдемі сурет салды. Неліктен әртүрлі бояу өз орнын тапты? Себебі Марат бояуларды орнымен үйлесімді етіп қолданды. Өлеңді мәтін түрлеріне қарай ажырат. Бұл өлең сипаттау мәтіні, өйткені өлеңде суретші Мараттың ісі және оны салған суретінің көрінісін сипатталып берілген. Өлеңдегі сипаттау мәтіні бойынша сурет сал. Суретіңде мынандай көріністер болсын. Аққағаз бетінде зәулім үй тұр. Үйдің шатырын көкпен, дуалын жасылмен, қабырғасын қызылмен боя. Үйдің алдында сары бақпақ гүлдер өсіп тұрсын, аспан ашық, күн күлімдеп тұр. Сұраққа жауап. Салған суретің қандай үй? Менің суретімдегі үй зәулім, әсем, көк шатырлы, жасыл дуалды, айналасы сары бақпақ гүлдерімен көмкерілген әдемі үй. 20-шы жаттығу суреттерге қара. Оқушылар бұл заттарды дұрыс салыстыра алды ма? Олардың қателерін тауып, өз жауабыңды ұсын. Алма қызыл, ал қарбыз үлкен. Шарлардың түрі мен түстері әртүрлі, шиелердің түрі мен түсі бірдей. Бір қасық үлкен, екіншісі темір. Суретке қарайтын болсақ, бірінші алма қызыл, ал қарбыз үлкен. Бұл қате жауап, өйткені мұнда алма мен қарбыздың түсіне қарай салыстыруы керек еді, бірақ бір заттың түсін, екіншісінің көлемін айтып алмастыру дұрыс емес. Дұрысы ол алма қызыл, ал қарбыз жасыл. Немесе алма кіші, ал қарбыз үлкен деуге болады. Екінші сөйлемде шарлардың түрі мен түстері әртүрлі, шиелердің түрі мен түсі бірдей. Шарлар суретте қызыл, сары, көк, яғни түстері әртүрлі, ал шиелер екеуі де қызыл, пішіні де бірдей, яғни дұрыс салыстырылған. Үшінші сөйлемде бір қасық үлкен, екіншісі темір. Бұнда да қате, өйткені бірінің көлемі, екіншісі материалы бойынша айтылған. Ал дұрысы бір қасық үлкен, екіншісі кіші деу керек еді, немесе бір қасық ағаштан, екіншісі темірден жасалған деп айтқан дұрысырақ. Шығармашылық үзіліс. 21-ші жаттығу. Сипаттау үшін өзіңе ұнайтын суретті таңда. Осы затты сипаттауға тырыс. Ол үшін сипаттау мәтінін бұл деп баста. Әрі қарай ол заттың негізгі белгілерін сипатта. Сол зат туралы өз ойыңды айт. Мен суреттен асқабақтың суретін алайын. Асқабақ туралы мәтін бұл көлемі үлкен, сары түсті асқабақ. Оның пішіні домалақ, қабығы қатты, беті тегіс. Асқабақ өте пайдалы көкөніс. Одан түрлі тағамдар, ботқа және тәттілер жасауға болады. Маған асқабақ ұнайды, себебі ол дәмді әрі денсаулыққа пайдалы.
22-ші жаттығу сендер сиқырлы қарындаш болатынын білесіңдер ме? Бұл қалай? Оның еш құпиясы жоқ. Берілген пішіндерді сыныптағы заттарға айналдырып салып көріңдер. Бірінші суретте шеңбер, мысалы сыныптағы сағат, доп немесе тарелке болуы мүмкін. Екіншісінде төртбұрыш, тік төртбұрыш. Мысалы сыныпта тақта, кітап, терезе, партаның бетін сияқты заттарға ұқсайды. Үшінші пішін үй шатырындай, яғни параллелограмм немесе тік төртбұрыш қосылған. Парта немесе үйдің макеті болуы мүмкін. Төртіншідегі суреттегі ол төңкерілген трапеция, шәйнектің түбі, құмыра не қоқыс шелегі сияқты затқа айналдыруға болады балалар. Осымен тапсырмалар аяқталды. Сау болыңдар. Каналға тіркелуді ұмытпаңдар.